Құранды сен оқымағаннан кейін, оны үйіңе келіп періштелер келіп тыңдамағаннан кейін кім кіреді үйге? Періштенің антонимі келеді да үйіңе. Сосын қақтан үйің ұрыс керіс берекет кетеді деген сияқты ғой. Құран оқылмағаннан кейін, үйде нұр болмағаннан, постоянно Құран оқылып тұратын үй білесіз ба? Көктен қараған кезде қандай болып тұрады дейді? Жарық сәуле болып тұрады дейді. Ана бір дәу көп қабатты этаж үйлер бар да, таң намазына тұрған кезде қарасаң, тың 4-5-еуінде ғана свет жанып тұрады, қалған қап-қараңғы. Сол секілді. Ана үйде 3-4 мың семья тұрады мысалға да, примерно адам тұрады. Соның ішінде жаңағыдай 7-8 терезе жанып тұр да. Енді ой, жақсы ойдасың ғой, таң намазына тұрып жатыр екен деп қоясың ғой. Дәл сол сияқты періштелер көктен қараған кезде Құран оқитын үйлер солай жанып тұрады дейді. Және ол дауыс Алла және оның періштелерінің жанында сақталып қалады дейді. Кейін ол Құран оқушы пенде Алладан бірдеңе сұраса дейді, Раббым, мынау дауыс таныс қой, сұраған бермейміз ба деп айтады дейді да періштелер. Ана Юнус пайғамбардың қиссасына сай да, енді Юнус пайғамбардың қиссасына сай қылып айтып жатқаным ғой. Таныс құлыңның дауысы бейтаныс жерден шығып жатыр ғой дейді ғой. Дәл сол сияқты мына құлыңның дауысы таныс қой, Раббымыз қиналып жатқан сияқты ғой. Бұл күндіз жаңағы түнде Құран оқитын пендең ғой сенің, Алла бермейміз ба сұраған? Бергенде қандай дейді Алла тағала. Алла тағала тіпті Құран оқитын адамның кепілдігіне өзі тұрып қалады дейді.